Баршаңызға қайырлы күн уақыты. Менің есімім Айгерім. Сіздермен бүгін үйде дайындалатын дәмі өте жағымды, жұмсақ болып шығатын пахлаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қамырын жасап алу керек. Ол үшін бізге ұн, сары май, қант, сметана, тұз, 4 жұмыртқаның сарысы және разрыхлитель керек. Үлкен ыдысқа қантты, 4 жұмыртқаның сарысын, сары майды, сметананы, шым-шым тұз және разрыхлительді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды бірнеше бөліктерге бөліп, алдымен қасықпен, қамыр қоюланғаннан кейін қолмен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Жұмсақтығы видеодағыдай болуы қажет. Қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа алып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына қант, жұмыртқаның ағы, грек жаңғағы және мейіз, бетін сәндегенге грек жаңғағын алып қоямыз. Ең алдымен грек жаңғағы мен мейізді блендермен езіп аламыз. Сосын үлкен ыдысқа жұмыртқаның ағын және қантты 2-3 бөлікке бөліп, жұмыртқа ағарғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға грек жаңғағы мен мейізді алып қасықпен араластырамыз. Енді пахлаваны жасайтын формамызды дайындаймыз. Тоңазытқыштан нанымызды шығарып, бір-бірден сол формаға лайықты етіп жайып шығатын боламыз. Әр қамырдың арасына салмасын салып, пахлаваны жинайтын боламыз. Пахлаваны жинап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, беткі қамырын кесіп алмай, 4 бұрышты етіп сызықтар қалдырамыз. Әр 4 бұрыштың ішіне грек жаңғағын қойып, бетін сәндейміз. Пахлавамызды дайындап болдық. Енді 180 градуста беті қызарғанға дейін, ол шамамен 30 минутта қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің инстаграм парақшам Айгерім Асылбек. Жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.